Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді болған салат дайындаймыз. Ол үшін менге тіркеліп, колокольчикті баса кетіңіздер. Алда сіздермен көп рецептпен бөлісемін. Бізге керек заттар: ірімшік, майонез, қияр, жұмыртқа, крабовый палочка, жүгері керек болады. Бәрін осылай ұзын-ұзын етіп турап аламыз. Жұмыртқамызды осындай блинчик секілді пісіріп аламыз. Бәрін турлап болған соң үстіне майонез салып араластырамыз. Салатымыз дайын болды, өте дәмді, күшті болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер.